Баршаңызды 1 желтоқсан Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күнімен құттықтаймын. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тікелей жарлығымен 1996 жылы Еуразия ұлттық университеті құрылды. Бүгінгі таңда еліміздің, елордамыздың дамуына көптеген үлестерін қосып, еліміздің түкпір-түкпірінде түрлі салаларда білім, ғылым, инновация, ауыл шаруашылығы, экономика, мәдениет пен спорт салаларында біздің түлектеріміз табысты, нәтижелі еңбек етіп келеді. Елордамызда көптеген рухани, мәдени шаралар, спорттық шаралар, білім, ғылымды дамытуға арналған түрлі конференциялар өтіп келеді. Бұл шараларда біздің студенттеріміз, біздің жастар белсенді атсалысуда. Себебі елорда жастардың қаласы, жастарға осындай әсем қаланы салып, оны дамытуға үлкен үлес қосқан біздің елбасының еңбегі өте зор. Сондықтан бұл мерекенің жастар үшін де маңызы зор деп білемін. Баршаңызды мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай.